Үлкейтетіндердің жасы, басы қаншадан бастап, соңы қаншаға дейін жетіп жатады? Так, менде басы 21 жастан бастап келді мүше үлкейту. 21, соңғысы 62 жасқа дейінгі аралықта мүшесін үлкейттік. Әр қалалардан келеді. Көңіліне шығатындай үлкейтіп бердік. Ол арнайы процедураларға 30 минуттай уақыт кетеді негізі. Сондықтан бірінші ол арнайы анестезиялық, жергілікті жансыздандыру, проводниковый анестезия дейді бізде, яғни жергілікті өткізгіштік нервтерді жансыздандыру әдісімен, сонымен қатар местный терінің астының барлығына арнайы жансыздандыратын затты құю арқылы жасалынады. Ол гиалурондық кислота, ол қою зат, қоймалжың зат болғандықтан үлкен калибрлы инемен салынады. А то кішкентай инелермен ол өтпейді, өте қиын. Өзіңіз жалпы инстаграмыңызды өзіңіз активно жүргізеді екенсіз, клиенттеріңіздің оқиғаларымен көп бөлісіп жатасыз, өздері сөйлеп жатқан, ар жақта дауыс естіліп жатады деген сияқты, олар қарсы болмай ма? Бірінші, әр пациенттің өзінің жеке құқықтары бар. Ол пациенттен арнайы рұқсатын аламыз. Конфиденциальный десе, егер жасырын түрде анонимнен қал десе, онда түсірмейміз клиентті. Неше түрлі оқиғалармен келеді, ұялады публикациядан. Ал көбісі айтады, рұқсат береді, бірақ дауысымды өзгерт дейді. Өзгерт дейтін болса, оның дауысын өзгертіп, арнайы эффект қойып, дауысын өзгерту арқылы салатын боламыз видеоға. Мүшені ұзартумен қатар жуандататын процедуралар жасаймын деді, қандай процедуралар? Жуандататын процедура, ол филлер основном. Осы жуандыққа да және ұзындыққа да береді. Мен айтып өттім, 3 сантиметрге дейін жуандық береді бұл телаға салғаннан кейін. Сонымен қатар головкаға салғаннан кейін 1-1,5 сантиметрге дейін ұзарады. Бірақ головкасына салған кезде ол ерте гиалурон кислота тері болмайды, ол жерде қан тамырлар өте көп. Яғни кавернозды денеге жақын, және де ол үңгірлі дене болғаннан кейін қана айналым арқылы қан айналымға түсіп, ол тез ағып кетеді эрекция кезінде салғаннан кейін. Немесе ол қанға сіңіп кетуі мүмкін, рассасып етіліп кетеді. Сосын кішірейіп қалуы мүмкін. Головкаға салғанда көбіне пайда бере бермейді. Оны ұзарту, көлемін ұзарту, лигаментотомия операциясын жасаған тиімді болып табылады. Жуандату не ұзарту енді, жігіттер үшін қайсысы маңызды, қайсысы көп жасайды? Енді бұл жерде основном ұзындық мүшенің эрекция қалпында дейді, тұру қалпында негізі 9,5 мен 14 сантиметрдің арасында асса, ол қалыпты көрсеткіш болып табылады. Әйелдердің қынабының ұзындығы 8 бен 10 сантиметрдің аралығы, яғни сізде мүшеңіздің ұзындығы, мысалға еркектерде 9,5 мен 14 сантиметр аралығы болатын болса, ол стандарт, европейский стандарт, нормальный деген сөз. Бұл жерде основном жуандық, көбінесе жіңішке дейді. Жуандыққа, основном әйелдерге жуандық маңызды. Ол дәлелденген. Жуандық кезінде основном қынаптың барлық стенкасына тию арқылы әйелдерге оргазм, стимуляция жасау арқылы оргазм сыйлауға мүмкіндік береді. Төсек қатынасында жуандығы маңызды. Маңызды жуандығы. Көлемінен жуандығы ұзындығына қарағанда. Ұзындығына қарағанда. Енді мүше үлкейту туралы қандай мифтер бар? Так, мүше үлкейту туралы мифтерді айта кетсек, көбісі мысалға бұрыннан келе жатқан кір тасын байлау арқылы, яғни ауырлық заттарды байлау арқылы жасалынған, яғни созу арқылы жасалады. Ол өте қауіпті процедура. Шеміршек тіндеріне, кавернозды денелерге зақым келтіруі мүмкін. Өйткені кавернозды дене бізде гармошка сияқты болады. Гармошка сияқты тіндерді созатын болса, ол кезде қан, ол жерде фиброзды тіндер зақым келеді да, мүшеге қан дұрыс бармайтын болады. Ол эрекцияны бұзатын болады, мүшенің тұру қалпын бұзып жібереді. Сонымен қатар тағы да көбінесе гель жағады. Гельдер сатылып жатыр рекламаларда, мысалы гель, таблеткалер, дәрілік препараттарды қабылдау арқылы созып тастаймыз дейді. Немесе өз-өзіме массаж жасау арқылы, созу арқылы, мастурбация жасау арқылы ұзартамын дейді. Көптеген жаттығуларды жасайды. Олардың бәрі миф, олардың бәрі жалған ақпараттар. Олар ешқандай мүше үлкейтуге, ұзартуға ешқандай мүмкіндік бермейді. Енді мүшесін кішірейтетін операциялар бар ма, жасай ма? Жалпы мүшесін кішірейтетін операциялар, ол арнайы байламдарды үзу арқылы дедік қой. Сол байламдарды наоборот тігу арқылы жасалынатын операциялар жасалынады, және де шандырларға пластикалық түрде шандырды кесу арқылы пластикалық түрде жасалады. Ол өте қауіпті операциялардың бірі болып табылады. Одан да кішірейтпеген дұрыс. Ол операция Қазақстанда жасалынбайды, өкінішке орай. Өйткені шандырларды кесу өте қауіпті. Одан кейін мүшенің пероний аурулар, қисық аурулар, немесе кавернозды тіндерде, фиброзды тіндердің пайда болуы дейді. Мысалға, жыныс мүшесіне қанның дұрыс бармауы, сосудтарға зақым келеді. Эректильді дисфункция дейді. Мысалы, қан тамырларға байланысты мүше әлсіздігіне алып келуі мүмкін. Ондай операцияларды жасамаған дұрыс, кішірейту операцияларын.
Күніне енді қанша адам келеді осы Алматыдан дейік, Енді басқа қалалардан келеді? 5-6 Так. үлкейтуге. үлкейтуге енді әрқалай күніне. Бір апта бір күнде көбейіп кетуі мүмкін. 7-8-ге дейін келуі мүмкін. Бір күнде 2-3 болуы мүмкін. Бір күнде келмей қалуы мүмкін. Енді әр адамның әртүрлі уақыттарына байланысты. Әр адамның жұмыс бастысы бар, соған байланысты әр күнде әртүрлі болады. Мына күнде мынанша келеді деп айта алмаймын. Енді осы еркектердің көбінесе тағы да сізге қандай проблемаларын айтып келеді? Так, еркектер көбінесе шағымдатады. Қазір бірінші орында тұрған қыс мезгілдерінде, күз мезгілдерінде основном қуық асты безі қабынуы, простатит ауруымен келеді. Яғни кіші дәретте бұзылыс дейді, кіші дәретке жиі шығамын, толық босамаған сияқты, қайта-қайта барам кіші дәретке дейді. Осындай проблемалар ең бірінші көп келеді. Сонымен қатар тағы да мүше әлсіздігіне байланысты, эректильді дисфункция дейді, соған байланысты. Сосын ерте бітіру тақырыбы өте көп. Ерте бітіріп қоям 1-2 минуттың ішінде жыныстық қатынаста ұрығым сыртқа тез шығып кетеді уақытынан бұрын дейді. Әйелім өзіме недовольный болады, ұрыс керіс болады дейді. Осыған байланысты әйелдің жыныстық қатынас кезінде тоят алмауы, оргазм алмауының кесірінен уже екінші ретке жыныстық қатынасқа желание болмайды дейді, либидом төмендеп кетті деген сияқты шағымдармен өте көп келеді пациенттер. Основном осы сұрақтар бойынша. Иә. Сосын жаңағы жалпы кездейсоқ жыныстық қатынас кезінде қандай инфекция жұқтырып алуы мүмкін? Осы инфекцияны жұқтырып алдым деп келетін жігіттердің жасы қаншадан бастады? Жас жігіттер де келетін екен, иә, жас жігіттер де келеді. 16 жастан бастап уже маған келе бастайды. 16 жас, 15 жаста бар. Жыныстық қатынаста сауаттылықтары төмен ер адамдар, олар қорғансыз жыныстық қатынаста барады. Яғни жезөкше қыздарға барады, немесе кездейсоқ жыныстық қатынасқа тап болады да, арнайы мүше қаптарды, арнайы растворлар пайдалануды білмейді. Соның аяғында 2 апта, 3 апта өткеннен кейін мүшенің басында іріңді бөліністермен, асқынумен, сонымен қатар көп жастар білмейді, емдеуді де білмейді. Одан кейін ол 4-5 айға дейін асқынып кетеді. Ол емдемесе ол ірің тоқтамайды. Ол асқынып барып, ары қарай қуық асты безі, уретрит дейді мысалға, сонымен қатар простатитті қоздырады, сонымен қатар аталық безіне дейін өтіп кетсе, ұрық шығаратын каналдарға дейін бітеліп қалуымен осложнение болады. Олар білмейді, ал инста желісінде бізде дайын ақпараттарды көру арқылы біз соны сабақ болсын соларға, ондайға бармасын деген сияқты тақырыппен түсіндірме жұмыстарын айтамыз. Сол үшін профилактикаларын айтамыз. Осындай нелермен, инфекциялармен өте көп келеді жас пациенттер основном. Қандай инфекция жұқтырып алады деген кездейсоқ жыныстық қатынаста мысалға ең бірінші менде бессимптомный жүретін хламидия инфекциясы бірінші орында тұр. Ол бессимптомный, ешқандай выделение болмайды, арасында қышу, ашу сезімі, немесе аз мөлшерде выделение бөлінеді, түссіз зат бөлінуі мүмкін. Ол өте қауіпті инфекциялардың бірі. Ол бірнеше жылдар бойы, 5-6 жылға дейін емделмесе жүре береді. Ұрықтың бірінші каналдарды бітейді, ұрықтың сапасын төмендетеді. Сонымен қатар кейін ұрықтың құрамына өтіп кететін болса, үйленгеннен кейін әйеліне өтеді. Әйеліне өткеннен кейін ол ұрықтанған ұрықтың өзі белгілі бір апталарда түсік тастау қаупіне, немесе белгілі бір апталарда құрсақ үстінде нәрестенің өліп қалуы болуы мүмкін. Немесе 18 аптада, 20 аптасында жүрегі тоқтап өліп қалады бала. Сондай жағдайларда өте көп келеді. Потому что ол ДНК фрагментациясы деген зат бар. ДНК фрагментациясын жоғарылатып жібереді. ДНК деген, яғни былайша айтқанда сперматозоидтардың генетикасы, еркектік ақпаратты әйелге алып баратын арнайы хромосомалар.